Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Біздің күнделікті өмірде тамақ жасап жатқан күнбағыс майымыздың қаншалықты зиян екен және қалдық заттармен салынып жатқанын интернет желісінде шулап айтып жатыр. Сол майды ауыстыратын өзіңіз таза құнарлы тамақ жасағыңыз келсе, қойдың құйрық майын дәл осы рецептпен жасап алыңыз. Бисмилля, қойдың құйрық майларын барлығын ұсақ етіп турап аламыз. Ал пайдасы жайлы интернеттен Googleға жазсаңыз, қойдың құйрық майы пайдасы туралы жазсаңыз толып шығады. Мен бір-екеуін айта кетейін. Көкжиектерге пайдалы, адам организміне зат алмасу процесін жақсартып, асқазан жұмыс жолдарын жақсартады және гормондардың бөлінуін қалыпқа келтіреді. Бұдан да басқа көптеген пайдасы бар. Қызып тұрған отта қазанымызға құйрық майларды салып шыжғырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің шұжықтарымыздан сұйық май еріп дайын болды. Кішкентай кезімізде дәл осыны шұжық май деп нанға қосып ыстықта кезінде жеп алатынбыз. Ал енді қазанда қалған сұйық майларымызды сүзгіштен өткізіп, банкаларға құйып алыңыз. Барынша стеклянный ыдыс болған жақсы. Сіз ыстықтай құйған кезде ешқандай зиянды заттар бөлінбейтін. Ал пластмассқа құятын болсаңыз, майыңызды суытып құйғаныңыз жақсы. Себебі сұйық май ыстық кезде пластмассты ерітіп, оның да құрамында химикаттарды бөлінуі мүмкін. Ешқандай қоспасыз пайдалы сұйық май дайын болды. Бұл тоңады, тоңазғышта сақтай бересіз кез келген уақытта және дәмі өзгермейді. Ал күнделікті тамағымызға осы майды пайдалансаңыз өте дәмді, еті жоқ тағам болса да осы маймен жасасаңыз тамағыңыз өте дәмді шығады және әрі пайдалы. Немесе күнде таңертең дәл осыны нанға жағып жей алсаңыз тіптен жақсы. Назарыңызға рахмет, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.